в любителях, и причем достаточно внушительно. Дамы и господа, позвольте вам представить бойца в синем углу октагона. Ему 20 лет. Его рост 184 сантиметра. Его вес 70 килограммов. Его личный рекорд 2 победы и 1 поражение. Он является победителем чемпионата мира по ММА среди любителей в Анкаре. Он чемпион Грузии по боксу. Дамы и господа, боец из Грузии Али Гадимов. А теперь представляю вам бойца в красном углу октагона. Ему 20 лет. Его рост 175 сантиметров. Его вес 70 килограммов. Это профи-дебют. Он является чемпионом мира по панкратиону среди любителей, а также чемпион мира по ММА среди любителей. Он представляет столичный клуб Побед Тим Эльджан Гасанов, Нур-Султан, Казахстан. Я прелим сериясын жабатын жекпе-жек Гадимов Али, Гасанов Эльжан. Құрдас екеуде 20 жастағы спортшылар. Бірақ Гадимов Алидің кәсіпқой деңгейдегі тәжірибесі бар. Ол Гасанов үшін әрине бүгін дебют. Әріптесім айтып кеткендей. Барлығы дайын, біз реферидің рұқсатын күтеміз. Алғашқы раунд. Гадимов Алидің кәсіпқой ММА-ге бокстан келген ескеретін болсақ, қазір қарсыласын барынша ара қашықтықта ұстауға тырысатын болады. Жалпы өте бойшаң спортшы. Қолдарды, аяқтарды ұзын, дәл осы антропометриялық басымдылықты қолдануға тырысатын болады. Және бірден соны байқатып отыр. Гадимов сол қолмен джебтерді қолдана бастады. Өте жинақы. Қазір Гасанов Эльжанның ашылған сәттерін күтіп отыр. Эльжан әуесқой спортта да жүргеніне қарамастан дәл осы аяқпен соққылармен танымал. Бірнеше үздік нокауттардың иегері әуесқой спортта. Сондықтан бұл жігіттің аяқтарына мұқият қарап отырыңыздар. Бұны Гадимов Али де білетін шығар, әрине. Жекпе-жекке дайындық барысында қарсыласының манерін зерттеген анық. Жергілікті жанкүйер қазір Эльжан Гасановты итермелеп отыр. Керемет тейкдаун, ыңғайлы сәтті таңдай алды. Барлығы дұрыс. Ешқандай да тәуекелге бармай-ақ қазір күресте де барлығын аяқтап тастауы мүмкін Эльжан Гасанов. Гадимов қазір толықтай гард позициясында ұстап алды қарсыласын. Шынтақ. Бұл жерде қазір барлығы аяқталуы да мүмкін. Жерге құлағаннан кейін әрине басымдылық Гасановтың қолында болады. Әзірше грузиялық спортшы ондай мүмкіншілікті берер емес. Міне тағы да бірнеше жауапсыз соққы шынтақпен. Біреуі басқа тиіп жатса, біреуі иыққа да тиді, бірақ оның барлығы жауапсыз соққылар екенін ескеруіміз қажет. Әзірше өзіне ыңғайлы позиция таба алған жоқ. Эльжан Гасанов соққы жаудыруға тіпті аяққа тұруды жөн санаған екен. Дұрыс шешімді шығар бір жағынан. Соққы жасау ыңғайлы, және егер қарсыласы аяқпен ауырту не қылқындыру әдісін жасап көрем десе, онда қорғануға да оңай болады. Өте жақсы қазір. Гасановтың бұрышында да өте жақсы нұсқамалар беріп отыр секундонттары. Гадимов қазір тек қана қорғанумен болуда. Ойлаған ой жаман емес бұл жерде қазір.
ырықтандыру әдісін жасап көрмекші болды, бірақ Гасанов бұның барлығын түсініп тұр, әрине. Гардты айналып өте алады ол жерде. Тағы да халгард позициясы, аяқ ұзын болғаннан кейін әрине. Ондайда оны қолдануға тырысатын болады. Гадимов барынша аяқпен байлап. Фул маунт. Толықтай қарсыластың үстіне шығып алды. Енді 1,5 минут уақыт. Бұл өте көп. Жеткілікті, әрине қазір уақытынан бұрын аяқтап тастауға да болады. Міне шынтақ та кетті, қол да кетті. Бірақ дәл осы қарқынды ұстап қала алмады Эльжан Гасанов. Рефери де ескертіп отыр, абай болу керек. Бұл жерде желкеге де соққы салып жіберуі мүмкін абайсызда спортшы. Бұл әрине ережеге сай емес. Өте жақсы. Міне тағы да. Дәл осылай жаудыра беру керек, соққыны тоқтамастан. Үзіліс алуға болмайды. Рефери қазір араласуға дайын тұр. Бірнеше ескерту, Эльжан Гасанов кәсіпқой деңгейдегі өзінің жолын осындай бір керемет жеңістен бастап отыр. Күрестегі сондай бір айырмашылықты көрдіңіздер. Қарсыласынан бір бас жоғары. Бір ғана тейкдаун жеткілікті ол. Бір ғана тейкдаун және қарсыласының үстіне шығып алып, еш қиындықсыз техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осы жыл ғана әуесқой спортта әлем чемпионы атанған Эльжан Гасанов енді кәсіпқой спортта да сәтті жолын бастап отыр. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке на 4 минуте 10 секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал боец, представляющий клуб МДТ Tübet Team Эльжан Гасанов.